Бүгін мен сіздермен жұмыртқасыз 30 минутта жасалатын рогалики рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қопсытқыш саламыз, тұз саламыз және қант салып араластырамыз. Енді тоңазытқыштан шыққан сары майымызды ұнға қосып, бірге араластырып үгітеміз. Міне осылай бір-біріне үйкеп, ұсақтап үгітіп шығасыздар. Үгітіп болғаннан кейін үстіне қаймағымызды қосып, жақсылап илейміз. Міне тестамызды илеп болдық. Енді осылай жұп-жұқа ғып жайып, үш-бұрыш қып кесіп шығасыздар. Сосын осылай орап рогалики жасаймыз. Міне барлығын осылай орап шығасыздар. Бетіне жұмыртқамызды жағып, духовкада 180 градуста 15-20 минутта пісіреміз. Міне біздің жұмыртқасыз жасалған рогаликіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасы жұп-жұмсақ болып, дәмі керемет болып піседі.